Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабаттуланың қабырғаларына тисін. Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі міндетін атқарушы Назгүл Сағындықова Ирискап зейнетақы жүйесінде қандай өзгерістер болатынын айтты. Жаңа әлеуметтік кодекс жобасы мемлекет басшысының қарауына ұсынылды. Ведомствоның мәліметінше, қазіргі жүйе зейнеткерлердің 3 ұрпағын қамтитын болады. Құжатта базалық зейнетақы мөлшерін арттыру қарастырылып жатыр. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілер қосымша зейнетақы жарналары енгізіледі. Өзгерістерде 1998 жылға дейін және 1998 жылдан кейін зейнетке шыққан зейнеткерлер негізгі мемлекет, ал болашақ зейнеткерлер жинақтаушы жүйесінен алатын болады, деді еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі Назгүл Сағындықова. Сонымен қатар, кодекс нормалар инвесторға өз активтерін басқаруға мүмкіндік береді. Азаматтар белгіленген жеткіліктік шегін иемденуге және де тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылар алынғаннан кейін қалған зейнетақы жинақтары немесе барлық жинақталған соманың 50%-нан аспайтын бөлігін басқаруға бере алады. Бұл ретте зейнетақы жинақтарын сақтау мемлекеттік кепілдік ұлттық банк басқаратын жинақтаушы бөлігіне ғана қолданады. Атап өткен жөн, деп қосты спикер. Сонымен бірге, инвестор басқарушы компанияны таңдаған кезде ықтимал тәуекелдері өздері бағалау керек, деп қосты. Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары бір жылда 11,4%-ға өсті. 1 наурыздағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының алушыларының жеке шоттарындағы 15,13 триллион көлемінде зейнетақы жинақтары болды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.